Қайырлы кеш, қайырлы түн деп айтамыз ба? Қалайсыздар, құрметті TikTok оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Демалыс қалай өтті? Демалыс күндеріңіз. Дауыс естіліп тұр ма? Дауыс естіліп тұрса, плюс белгісін қойсаңыздар. Мен интернетті тексеріп алайын, құрметті оқырмандар. Дауыс естіліп тұрса, маған плюс белгісін қойсаңыздар. Кері байланыс күтемін сіздерден. Дауыс естіліп тұр ма? Дауыс естілсе, плюс белгісін қояйық. Бейнем көрініп тұр ма? Дауыс естіліп тұр ма? Тексеріп алайын. Активный болайық, е? Плюс қою қиын емес деп ойлаймын. Дауыс естіліп тұрса, плюс белгісін қойыңыздар. Кім мені бірінші рет көріп тұр? Плюс қойыңыздар. Кім бірінші рет көріп тұр? Плюс қойыңыздар, е? Бұрыннан танитындарыңыз минус қойыңыздар. Рахмет, бір адам жауап берді әйтеуір. Қалайсыздар? Рахмет. Гүлдана лайк қойып жатыр. Рахмет, Алла разы болсын. Лайкты айтпай-ақ қоятындарға, айтпай-ақ подписка жасайтын оқырмандарға өте ризамын. Алла разы болсын. Ол сіздерге бәрібірде қайтады. Қандай жақсылық жасасаңыз да Алладан қайтады. Көп рахмет лайктарыңызға. Маған біреу запрос жіберіп жатыр екен, көрейін. Запрос жіберіп жатқан клиентті қабылдап көрейік. Лайкқа рахмет. Бұл кісі қосыла алмай жатыр әлі. Рахмет. Алло. Алло, саламатсыз ба? Қалайсыз, не деді сізден төлейін деп едім ше бірдеңке. Ана не деді, бір күйеуімді басқа қатын алғанда екі баламды әкеле ма, келмей ма, соны біліп бересіз ба? Сіз мен ойлағатсыз ба? Иә. Мен балшы емеспін ғой, мен психосоматологпын. Мен психолог. Мақұл екен, жақсы. Күйеуіңіз қай кезде кетті? Осы не ноябрьде ма? 2 жыл болды кетіп қалғанда мен ажырасқан жоқпыз ғой. Сол қатын алып кетті де басқа қатын. Ажыраспай жатып. Балаларыңыз бар ма? 3 балам бар ғой, 1 балам өзім қасымда, үлкен балам, ауыратын балам қасымда. Мен ауырып қалдым, инвалид болып қалдым, осыны тастап кетті ғой мені. Жасыңыз нешеде? 34-темін. Сіз қай жеріңіз ауырып жүрді? Асмасыз ба? Жоқ, аяғым ауырады, белім ауырады. Прям постельный режимде жатасыз ба, или жүресіз ба? Жоқ, жүремін, немен жүремін, балдықпен жүрем, 2 балдықпен. Сіз денсаулығыңыз жақсы болғанда ол сізге тұрды, е? Иә, тұрды ғой, денсаулығым бар кезде тұрды, жақсы тұрды. 2017-те ауырдым. 2018-де басымнан ісікті алып тастады. Сөйтіп ауырып қалдым, сөйтіп жүре алмай қалдым, сөйтіп тастап кетті, сөйтіп жүріп, сонда да көмектесіп жүрдім ғой, үйінде тірлік істеп жүргем, стол жағалап жүріп, сөйтіп шамам емегінен кетіп қалдым мен, енем жақтырмағаннан кейін. Сөйтіп емделем деп кетіп қалғам Таразға, маман үйіне. Сөйтіп маман үйіне келіп жүрген ол. Сөйтіп ақша бермей қойып едім, кетіп қалдым менен. Сол күйеуді қайтадан сөйтіп енді қайтып балды, 2 баламды әкелсе болды маған сол өзі. Басқа қатын алып кетті ғой, басқа қатын үйленіп алды ғой басқа қатынға. Балаларыңызды бермей жатыр сізге? Балдарды әкелмей жатыр ғой. Не үшін? Білмеймін, әкелмейді балдарды. Нешеде балам? Балам біреусі 5-ші класс оқиды, 2-ші балам. 3-ші балам 3 оқиды ғой. Ол бала сізбен болғысы келмей әкесіне кетіп қалды. Жоқ, алып қойды ғой, не істеп қойды ғой, мен ауру екенмін, не істеп отыр ғой, ұстап отыр ғой. Сонда сіздің күйеуіңіз сонда 2 денсаулығы ауру баланы сізге қалдырып қойды ма? Аха, ауру балам, үлкен балам ауырады, судырғысы бар.
ол келе жоқ та. Екі балам керек деп тұр. Мхм. Енді сіз заң жүзінде ажыраспасаңыз сізге қалай ол баланы сізден алып қойып көрсетпей қояды, құқысы жоқ қой ондай. Енді соткасына звондап маңызданып бармайды. Негізі атаңыз Гүлдана ма? Аға Гүлдария. Гүлдария ханым, сізге ондай кіріп керек емес деп ойлаймын. Сізді дәл қиындық кезінде тастап кеткен еркек күйеу ол сізге күйеу болып жетістірмейді. Адамның жарыңның жақсысы дейді, істеуге білмейді дейді. Сіз ауырып жатқан кезде ол жақсы күйеу болмайды. Ал балаларыңызды сізге бермей қоюға жайдан жай ондай болмайды. Тек қана заң жүзінде жасалатын нәрсе. Егер сіздер официально ажырасып жатсаңыздар, онда сол кезде сот арқылы балалар кімде қалады, соны шешеді. Оны сізбен күйеуіңіз шешпейсіздер негізі. Сондықтан ол нақты ажырасатын болсаңыз, оны заң жүзінде ажырасыңыз, не беріңіз, заявление, и потом сіздерді баланы да басқаны да бәрі заңды түрде өзі шешіп береді. Ондай күйеуді мен қайтарып алайын, қайтып келсін деп, андай тәуіпке балшыға барып, анаға батпай-ақ қойыңыз, керек емес. Гүлдария ханым, өзіңіздің денсаулығыңызбен айналысыңыз, өзіңізді жақсы көріп, өзіңізге көңіл бөліңіз. И сосын өзіңізбен айналысып, өзіңіз көбірек білім алыңыз, Аллаға жақындаңыз. Сол кезде бәрі өзі иншалла реттеледі. Ол күйеудің артынан жүгіріп керек емес. Түсінікті ғой, иә? Иә. Алла шипа берсін. Аға, жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Так. Құрметті оқырмандар, осылай сұрақтарыңызға қысқа нұсқа жауап алсаңыздар болады тікелей эфирде. Алла разы болсын дейді. Алла баршамызға разы болсын. Сондықтан құрметті оқырмандар, бұндай жауапсыз ер азаматтармен тұрып керек емес, және ханымдар өздеріңізді қатты құнсыздандырып, ондай еркектің алдында өзіңізді төмен түсіріп керек емес. Ондай жауапсыз еркектер жақсы нәрсеге апармайды арты. Көрдіңіз, сізді жақсы көрсе, сізді сыйласа, балаларын сыйласа, балаларына жаны ашса, ол сізбен бірге тұратын еді, тастап кетпейтін еді. Және ол балалар, мысалы, кез келген бала анасын жақсы көреді, анасынан бөлек тұрғысы келмейді, ананың махаббаты керек. Сондықтан ол баланы сізден бөліп алып кетпей, қайта сіздің қасыңызда тұрып, балаларға бірге көмектесіп, сізге де көмектесіп, дәрігерге қаратып сөйтетін еді. Сондықтан ондай еркектермен қайта тез ажырасып кеткен дұрыс. Ондай эгоист еркектерден, артық айтсам кешірім сұраймын, астағфиралла. Бірақ осындай ситуациялар көп мен практикамда. Жаңада әдемі дені сау әйел болғанда керек қылады да, қалай басына іс түседі, немесе баласы қатты жаңада ауырып қалады, инвалид болып қалады, немесе әйел ауырып қалады, сондай кезде тастап кетіп қала салады. Ол деген сонда қайда жауапкершілік? Ерге аманат етіп берді ғой әйелді, бала шағаны. Ол Құранда жазылған. Еркекке, ер адамға аманат етіп береді әйелді, бала шағаны. Аманатқа қиянат жасамау керек. Қазір елдер аманат деген сөздің мағынасын түсінбей жүр. Түсінсе де түсінгісі келмейтін еркектер бар. Аманат деген ол өте киелі нәрсе, киелі сөз ол. Аманат деген нәрсеге қиянат жасалмайды аманатқа. Аманат деген ол сізге кәдімгідей Аллахтың парызы ғой, ол Аллахтың бұйрығы. Сіз қалай Аллахтың парызына, бұйрығына қарсы келіп, жұбайыңызды ауырып жатқанда тастап кетесіз? Ол деген сіздің имансыздығыңыз, білімсіздігіңіз, надандығыңыз және жауапкершілік жоқ деген сөз. Жауапкершілігіңіз жоқ, содан сондай болып жатыр. Мен ондай еркісілерді құрметтемеймін, сыйлағым да келмейді. Ондай әйелдердің, сондай күйеулердің артынан жүгірген әйелдерді де сыйлағым келмейді. Өйткені өзіңізді құнсыздандырып жатсыз да, өзіңізді бағаламай жатсыз. Зачем жүгіріп ондай қадірін білмейтін адамға?
Мен сіздерге жақын бір кейспен бөліскім келіп отыр. Қазір мен 190 адамды көріп отырмын. Барлықтарыңыз менің TikTok, YouTube, Instagram парақшама жазылып қойыңыздар. Мен 6 жылдан асқан тәжірибем бар. Білікті психолог, психосоматолог, отбасы психологымын. Маған неше түрлі адамдар келеді, неше түрлі проблемамен келеді. Алдыңғы күні бір әйелмен жұмыс жасадым, жасы 50-ден асып кеткен. Ол кісі маған анасына деген өкпе ренішпен келді. Хотя анасы қайтыс болып кеткен, сонда да өкпе ренішті босата алмай жүр бәленбай жылғы. Анасын кешіре алмай жүр. Неге деп балалық шағымен жұмыс жасаған кезде, балалық шағына барғанда анасы мен әкесі ажырасып кеткен бұл кішкентай кезінде. Не үшін ажырасқан? Анасы мен әкесі тіл таппаған. Сөйтіп анасы тәкаппарланып жаңа күйеуінен ажырасып кеткен. Бірақ осы маған келген клиент өте әкесін қатты жақсы көреді. Әкесін қатты жақсы көрген, әкесіне қатты жақсы көрген соншалықты анасынан қашып кетіп, сол әкесіне барады екен. Әкесі енді жаңа қуып жібергеннен кейін, ажырасып кеткеннен кейін басқа елге үйленіп кетеді. Сол үйленіп кеткен кезде енді бұлар тастап кетеді ғой, бірақ тастаса да балаларына арасында көмектесіп тұрады екен. Жаңа ер кісі. Енді клиенттің айтуынша айтып отырмын. Сол клиенттің балалық шағымен жұмыс жасағанда анасы бұны өте қатал ұстаған және әкесімен ажырасып кеткеннен кейін клиент анасын кінәлап отыр. Сенің кесіріңнен біз отбасымыз ажырады, сенің кесіріңнен мен әкемді көре алмай жатырмын, әкемнің махаббатын ала алмай жатырмын. Мен әкемді қатты жақсы көремін, не үшін сіздердің кесіріңізден мен әкемді көрмеу керекпін деген сияқты претензиялар болған анасына. Анасы әкесі өмірден өтіп кетсе де, сол бір жүк, ауыр жүкті арқалап өзі кешіре алмай жүр да, әкесін сағынады қатты. Сол кісімен жұмыс жасадық, терең жұмыс жасадық, подсознаниемен жұмыс жасадық, балалық шағына барып, барлық обидаларды өкпе-реніш босаттық, анасына, әкесіне кешірім техникасын жасадық, ата-анасын кешіріп қабылдады, әбден жылады клиент, 1,5 сағаттай аса жұмыс жасадық. Сондай өте көп оқиғалар бар менің немде, практикамда. Әке шешесі қайтыс болып кетсе де кешіре алмай жүретін адамдар бар. Хотя жасы 50-ден асып кеткен, өзі тұрмыста, өзінің бала шағасы бар, өзі де екінші рет күйеуге тиген. Сонда өзінің күйеуімен қарым-қатынас дұрыс болмағанына сол анасын кінәлайды, әкесінің кінәсі бар, қатысы бар деп ойлайды. Екінші күйеуіне тигенде де сол екінші күйеуімен де дұрыс отношение болмай жатыр. Сол үшін маған келді. Мен сіздерге айтатыным, құрметті оқырмандар, психологқа 1,5 сағат уақыт арнап, өзіңізге уақыт арнап ақша салып келсеңіздер, кез келген сұрақтың жауабын алып тауып кетесіздер. Білікті маманға барсаңыздар. Ол дегеніңіз сіздің балалық шақтағы травмаларыңызға байланысты, балалық шақтағы қорқыныштарға байланысты, триггерлерге байланысты. Солар сіздің жадыңызда сақталып қалады, миыңызда, подсознанияңызда, ол сосын триггер болып іске қосылады. Сіз соған ұқсас ситуация бір жағдайларды көргенде, бағанағы триггеріңіз іске қосылады да, өзіңізден өзіңіз жаман сезінесіз өзіңізді. Мысалға, бір адамдар жолда жаңағы пешеходтан спокойно өтіп кете береді. Машиналар келе жатса да өтіп кете береді, немесе жаңағыдай жасыл жанғанда өтеді. Ал бір кісілер жасыл жанса да өте алмай тұрады, немесе мүлдем өте алмайды, қорқады пешеходтан өтуге. Неге? Просто пешеходтан өтуге қорқады. Қорқынышы бар іште. Неге? Оны біз балалық шағымен жұмыс жасағанда, сол кішкентай кезінде жолдан өтіп баратқан кезде оны машина қағып кеткен кезде бірақ аман қалған. Сонда сол страх, қорқыныш оның мына жағында жазылып қалды, ол миында бала кезде. Біздің мына подсознаниеміз бала кезден бәрін жаза береді, копировать ете береді бәрін. Сосын ол триггер болып іске қосылады, өскен шақта, ересек өмірде ол іске қосылады. Жаңағы пешеходтан өте алмай тұрған қорқыныштың сол жерде алып тастадық. Сол жерде жылап, қорқыныш сезімдерін бәрін анасына жеткіздік, кімге жеткізгісі келіп тұр соған жеткіздік, шығардық. Зато ол клиент қорқыныштан айырылды, енді пешеходтан спокойно өтетін болды. Ал оған дейін ол жалғыз жүруге қорқады, өте алмайды пешеходтан. Сондай болмайтын нәрсе сияқты болып көрінеді, қорқыныш. Бірақ ол қорқыныштың түпкі тамыры сол балалық шақта жатады. Ол бәрібір де іске қосылады триггер болып.
Шолпан 39 жас дейді. Мен балшы емеспін, құрметті оқырмандар. Мен психолог, психосоматолог, семейный психолог, мак маманы тектанушымын. Бал ашпаймын. Балға ашуға бармаңыздар. Тәуіпке бармаңыздар балгерге. Ол Аллаға серік қосу. Сіз сонда барып тұрсыз, Аллаға сенбей, өзіңізге сенбей, сол бір қайдағы жоқ балшының айтқанына сенейін деп тұрсыз. Ол балшы сізден тек қана ақша алады. Ол сіздің проблемаңыз шешпейді. Ол қайта сіз күнә қосасыз Алланың алдында. Ол үлкен күнә. Балшыға барып бал аштыру, жол аштыру деген. Сондықтан күнәға батпай, лучше өзіңізбен маған психологқа келіп жұмыс жасаңыз. Сол кезде сіз проблемаңыз шешіп кетесіз. Балшы сізге шешпейді, ол ақшаны алады, болды. Ал мен сіздерге Алланың қалауымен сіздің балалық шағыңызға барып, бүкіл подсознанияңызға кіріп, неше түрлі травма блок установкаларыңыздың бәрін анықтап шешіп бере аламын, иншалла деп айтайын. Менің 6 жылдан асқан тәжірибе бар. 700-ге жоқ адамдарды онлайн офлайн қабылдап жүрмін. Ерлі зайыптыларды да, әйелдерді де, ер кісілерді де, подростықтарды да бәрін қабылдап жүрмін. 8 отбасын бірінші Алла, екінші мен ажырасудан алдын алып қалдым, себепкер болып. Олардың барлығының балалары бар. Мен себепкер болып ажырасудан алдын алып қаламын, ажыраспаңыздар деп айтамын. Егер жаңағыдай худший случай болып жатса, жаңағыдай игроман, наркоман, сондай болып жатса, жаңағыдай қол көтеріп, ұрып, зорлық, зомбылық көрсетіп жатса, отбасында баласына, әйеліне, ондай кезде ажырасуға енді болады. Бірақ бағанағыдай тек ауырып қалған кезде тастап кетті, андай мұндай деген бір нәрселерге ол ер кісі жауапкершілік алмаса, ол өте қиын. Ер кісі жауапкершілік алу керек отбасының алдында. Өйткені ол Құранда жазылып қойды. Құранда ер кісілерге парыз деп жазылды. Әйеліңнің, балаларыңның 4 мезгілдік киімін, тамағын беріп асырау міндет, парыз деп жазылған Құранда. Ол менің сөзім емес, Алланың сөзі. Егер ондай жауапкершілікті ала алмаса, ол еркекпен тұрып керек емес. Ол жағдайды өзіңіз жасап ала аласыз. Тағы кімде қандай сұрақ бар, сұрақ қойсаңыздар болады. Жаңадай звондап, гостиға шығып, подписка жасап, тиктокқа маған сұрақ қойсаңыздар болады. Ол тегін, тікелей эфирда, мини-разбор тегін. Қайырлы кеш, Айгүл ханым. Қандай психолог, психосоматолог отбасы кеңесшіге қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Осындай кейстер менде өте көп. Маған неше түрлі адамдар келеді, маған игромандар да келді, арақ ішетіндер де келді, зина жасайтындар да келді, қорқыныш, үрей, панический атакамен де келді. Одан кейін денсаулық бойынша ауыратын адамдар да келеді. Әр аурудың психосоматикасы бар. Психосоматикасын тапқан кезде аурудан жазылып жатқандар өте көп. Сезондық аллергиядан, бас аурудан, тамағында кистадан, бастырып қалғаннан, цирроз печеньнен, одан жаңағы бас аурудан жазылғандар өте көп. Өткенде беременный әйел, аяғы ауыр әйелмен жұмыс жасадық. Оның баласының денсаулығына байланысты терапия жасадық. Сол кезде мен сторисқа салдым, көрсеңіздер. Неге тиктокқа салдым ғой. Қалай баласының басындағы жидкость ісігі кетіп қалды терапиядан кейін. Ол өзінің анасының ішкі сезімдеріне байланысты болып шықты. Көрдіңіздер ма? Әр нәрсенің өзінің себебі болады. Әр нәрсенің өзінің себебі, тамыры. Барлық мәселе Алланың қалауымен шешіледі. Сіз дәрігерге барсаңыз, дәрігер сізді уақытша емдейді, укол, дәрі, система береді. Ол сізге уақытша көмектеседі, өйткені дәрігерлер себебін таппайды, салдарын емдейді. Ал біз психосоматолог, психолог ретінде біз оның түпкі тамырын табамыз. Тамырын тауып алып тастаймыз, үзіп тастаймыз, себебін табамыз. Сол кезде Аллахтың қалауымен жазылып кетеді. Және де проблемаларыңыз шешіледі. Кез келген денсаулық, қарым-қатынас, ақша, жұмыс, өмірдің 4 саласы бойынша мен адамдарды қабылдаймын. Қаржылай сауаттылығым да бар. 6 жыл үздіксіз білім алып жатырмын, білікті ұстаздардан. Сондықтан жеке терапияға келіңіздер, өздеріңізге ақша бөліп, инвестиция салып, бір-ақ рет келсеңіздер, соның өзі жеткілікті. Қаншама сұраққа жауап алып кетесіздер. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, Қарлығаш ханым. Қандай сұрақтарыңыз бар? Психолог, психосоматолог, семейный психолог, қандай сұрақтарыңыз бар? Қойыңыздар, звондап неге шықсаңыздар болады. Эфирға тегін мини разбор жасаймыз.
лайктарыңызға рахмет. Менің TikTok, Instagram, YouTube парақшама жазылып қойыңыздар. Сол жерде өте көп пайдалы ақпараттар бар. Барлығы сіздер үшін жасалып жатыр. Сол жұмыстардың барлығы видео, рилс, барлығы тікелей эфир. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Кейінгі кезде хейтерлар көбейіп кетті. Ол да өсуге мүмкіндік маған. Негативті жазатын клиенттер өте көп. Әсіресе ер кісілер салғыласып, ұрысып, маған комментарий жазып, әйел сияқты салғыласып отыратын ер кісілер де бар. Ол ер кісілерге өсу керек, білім алу керек, жұмыс істеу керек. Әйелдермен комментарий жазып, TikTokта отырған дұрыс емес. Ер кісілерге жұмыс жасап, ақша тауып, отбасын асырау керек. TikTokта отырсаңыз, өзіңіз жаңағы пайдалы ақпарат алу үшін ғана отырыңыз. Ал жаңағыдай кез келген адамның эфиріне кіріп алып, аузыңызға келген айтып отыру, ол мәдениетсіздікке жатады, білімсіздікке, имансыздыққа жатады. Сондықтан бір нәрсе жазбас бұрын ойланып алыңыздар, құрметті ер азаматтар. Мен не жазып отырмын, не үшін жазып отырмын деген сұрақты өзіңізге қойыңыз. Әдетте негативті жаман комментарияларды ішінде өкпе-реніші толып қалған агрессивный адамдар жазады. Ішінде өкпе-реніші тола бақытсыз адамдар сондай комментарий жазады. Ал өзі ішкі жан несі тыныш, жүрегі тыныш адамдар, ол тек қана нұрын шашып отырады, тек қана жылы, жақсы сөздерді айтып отырады. Сондықтан мен уже комментарийдан білем, кімнің қандай адам екенін, оның ішінде қандай травма бар екенін примерно уже біліп отырамын психолог ретінде. Қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, эфирға шығып. Немесе комментарияға жазсаңыздар болады. Кімде қандай сұрақ бар, кімде қандай мәселе болып жатыр. Мен жаңа ғана енемен келін деген видео салдым, рилс салдым TikTokқа. Сонда қолдап қойыңыздар, пікірлеріңіз жазыңыздар. Кімнің енесімен проблема болып жатыр, кімнің күйеуімен, баласымен проблема болып жатыр, немесе бастығымен сұрақты қойып, осы жерге жазсаңыздар болады. Тікелей эфирде барлығы тегін, құрметті оқырмандар. Мен тез ашуланшақ болып кеттім. Ұлжан ханым, сіздің ішіңізде агрессия, ашуызда өте көп жиналып қалған, соны шығару керек. Сол уже сіздің әбден толып қалғаннан кейін тез ашуланасыз. Сіздің жүйкеңіз жұқарған. Оның барлығын іштен босатып шығарып тастау керек. Маған жеке қабылдауға келіңіз, содан кейін салмақты нелеріңізді, сезімдер ғой, тұншып қалған сезімдер, жылдар бойы ашуызда өкпе-реніш жинала бергенде солай ашуланшақ болып кетесіз. Оның үстіне витаминдар жетпейтін шығар, жүйкеңіз жұқарған шығар, шаршап жүрген шығарсыз. Барлығы қосылады ғой, барлығы қабаттасады. Тез ашуланшақпын деп жүре бермеңіз. Неңізді тексертіңіз, гормонын тапсырып, жаңағы щитовидкаңызды тексертіңіз. Дәрігерге барыңыз. Дәрігер сізге бәрі күшті, дұрыс, анализіңіз дұрыс деп диагноз қоймай жатса, психосоматикасымен жұмыс жасаймыз. Кез келген аурудың диагнозы қоя алмаған кезде психосоматикамен 100% емделу керек, сол кезде жазылып кетесіз. Маған ондай клиенттер келген, мен анализім бәрі күшті, мен бәрі жақсы деп айтады дәрігерлер, бірақ мен осы жерім ауырып жатыр, осындай болып жатыр деп. Сол кезде психосоматикасымен жұмыс жасаған кезде соның кәдімгі себебі табылады. Сол себебі табылған кезде Аллахтың қалауымен жазылып кетіп жатқан клиенттер өте көп. Бел ауру, бас ауру, цирроз печень, бүйрек, киста, тілінің ұшы ашып тұратын, қорқынышы бар, панический атака деген сияқты клиенттердің барлығында жеңілдік бар, нәтиже бар. Менің Instagram парақшама подписка жасап, сол жерде киста нені қараңыздар, пікірлерді. Сол жерде жазылып тұр. TikTokта бар, TikTokта бірақ көп емес. Активно жүргізіп отырам. TikTokта кейінгі кезде арасында салып қойып отырмын. Шолпан ханым, лайкқа рахмет, лайктарыңызға Алла разы болсын. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ қойыңыздар. Сұрақ қоймасаңыздар, мен эфирдан шығып кетемін, эфирді аяқтаймын. Жай отырғым келмейді, уақытты кетіріп, сіздерінде өзімде түнгі 10 болыпты. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ қойыңыздар. Сұрақ бар ма? Сұрақ қоямыз. Дұрыс сұрақ қойсаңыз, дұрыс жауап аласыз. Кімде сұрақ бар? Сұрақ қоямыз. Құрметті оқырмандар, тегін мүмкіндік пайдаланып алыңыздар. Сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Кімде не мазалап жатыр? Денсаулығыңыздың психосоматикасын айтып бере аламын. Кім қай жері ауырып жатыр? Сосын жаңа балаңызбен, күйеуіңізбен, енеңізбен проблема болып жатса, гостьеға шығып звондап, подписка жасап қоя беріңіз. Бағана кісі сияқты.
қап эфирді жаңа көрдім дейді. Ештеңе жоқ, мен отырмын қазір әлі. Сұрағыңызды қойып алыңыз. Қандай сұрақ қойғыңыз келіп тұр, не мазалап жатыр сізді? Соны қоя беріңіз. Қап деп өкінбейміз. Пока мен эфирде отырмын, мүмкіндік бар. Сыйлық жіберіп жатсыздар ғой, Алла разы болсын. Алла сіздерге мол сыйлықтарын, ризықтарын бере берсін. Әмин. Маған осылай сыйлық жіберіп, лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап отырсаңыздар, мен қуанып қаламын. Сіздердің кері байланыстарыңыз маған өте керек, маңызды. Өйткені мен сіздер үшін жұмыс жасап жүрмін. Халыққа қызмет ету, елдің жағдайына қарап, жан тәнін емдеу. Встреча бола ма дейді. Мен балшы емеспін, мен психолог, психосоматолог, семейный психологпын. Встреча бола ма, болмай ма, оны бір Алла біледі. Кездесіңіз кеп тұр ма, кездесіңіз, не кедергі кездеспеуге. Кездесіңіз кеп тұрса. Қазір тиктокта балшылар көбейіп кеткен ау деймін, бәрі мен балшы деп ойлайды, орамал таққандардың бәрі балшы ма не? Көз тию деген бар ма дейді. Бар. Көз тию деген бар. Әсіресе кішкентай балаларға көз өте тез тиеді. Үлкен адамдарға көз тимейді, үлкен адамдарға ырым жасалады. Ал кішкентай балаларға көз тиеді. Қазақтарда өзі екі нәрсе бар ғой, көз тиеді немесе сөз тиеді дейді. Осы екі нәрсе құртады. Біреудің сөзі өтіп кетеді, біреудің көзі өтіп кетеді. Сонымен отырады, одан кейін жолым болмай жатыр, осындай болды, сондай болды деп. Қазір өте заман қиындап кетті ғой. Адамдардың барлығы іштар болып кетті. Менің басым жиі ауырады. Қарлығаш, басыңыз жиі ауырса, сіз өте көп керек емес ойларды ойлайсыз, көп ақпараттар көре бересіз, өзіңіздің шамаңыз келмейтін нәрселерді уайымдай бересіз, ішкі қалауыңыз бен сыртқы қалауыңыз сәйкес келмей жатыр. Сол кезде сіздің басыңыз ауырады. Керек емес ақпараттың бәрін босату керек. Уайымдай бермеу керек көп. Сіз өзіңіз өзгерте алмайтын нәрсені уайымдағаннан ештеңе өзгермейді. Оны Аллаға тапсыру керек. Сәлеметсіз бе, кеш жарық өте көп болып жатыр. Не көп болып жатыр, Ешат? Балшылар ма? Мен орамал таққаннан кейін балшы деп ойлап жатыр. Мен балшы емеспін. Мен психолог, психосоматолог, семейный психологпын. Тек танушы. Мен намаз оқимын. Намаз оққаннан кейін, қажылыққа барғаннан кейін осылай оранып отырамын. Өйткені мойын деген әурет жерді көрсетуге болмайды. Сол үшін осылай отырмын. Мені балшы деп ойлап қалмаңыздар. Менің тиктокқа парақшама кірсеңіздер, басында жазылып тұр. Психолог, психосоматолог, отбасы кеңесші, мак маманы деп бәрі жазылып тұр. Балшыға бармаңыздар, құрметті оқырмандар. Балшыға барғанша психологқа маған келсеңіздер. Балшы тек қана ақшаны алады да, сізге ештеңе көмектеспейді олар. Өтірік айтып жібереді, басыңызды қатырып, проблеманың үстіне проблема қосып жібереді сізге. Біреу басында айналдырған, бүйткен сөйткен магия бар, деп. Оданша жеке қабылдауға келіңіздер, балақшақпен, барлығымен жұмыс жасаймыз, подсознаниемен. Бүкіл мәселеңізді шешіп кетесіз ғой, иншалла, 1,5 сағаттың ішінде. Прием қанша? WhatsAppқа жазыңыз, Олжан ханым. Сіздің консультацияңыз қанша дейді. WhatsAppқа жазыңыз, WhatsAppта сөйлесеміз, бағасын келісеміз, қатып қалған баға жоқ. Менің бүкіл қызметіме Каспи рассрочка бар. Жеке терапияға, онлайн курстарыма, менторлыққа, барлығына Каспи рассрочка бар. Мен арнайы өзім жұмыс жасап жатырмын, үкіметке налогымды төлеп, ИП ашып, диплом сертификаттарым тола. Барып деппін ғой. Инстаграмда қарасаңыздар болады. Инстаграмда сертификаттар, диплом деген тұр. Мен өзім салып қойғам, соны барып көрсеңіздер болады. Ол тиктокта ондай жоқ. Инстаграмнан көре аласыңыздар. Мені оқыңызшы дейді. Сіз не жаздыңыз? Көз тию туралы айттым ғой сізге. Қайтадан жазыңызшы, не жаздыңыз? Өтіп кетті. Көз тию туралы сұрағыңызға мен жауап бердім. Аска деген атыңыз кім? Асқат па, Асқар ма? Тағандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, мен жауап берейін кішкене. Мені оқыңызшы. Сіздер оқыңызшы дегенде сұрақты қойсаңыздаршы, мен сұрақты көріп отқан жоқпын. Сұрақ көрсем, мен жауап беріп отырмын. Кімнің сұрағын көрмей қалдым мен? Кешірім сұраймын, көрмей қалсам. Менде оншама көп комментарий емес қой, көрмейтіндей. Сұрақ қойыңыз. Сұрағыңызды қайттан жазыңыз. Ақбота, қандай сұрақ сізді? Мені оқыңызшы дейді.
оқыңызшы деп қандай мағынада айтып жатсыз? Комментарий оқыңызшы деп жатсыз ба, или емші сияқты оқып беріңіз деп жатсыз ба? Мен емші емеспін енді. Адам жан тәнін емдеймін психолог ретінде. Мен сұрақ қойдым, Лиза дейді. Что-то сіздердің сұрақтарыңыз қайда кетіп жатыр, мен көріп тұрған жоқпын ғой. Прям қанша. Менің басым жиі ауырады, оған жауап бердім. Сұрағыңызды көрген жоқпын. Сұрағыңыз көрініп тұрған жоқ. Көрініп тұрса мен жауап беремін, құрметті оқырмандар. Подписка жасап жатқандарға рахмет. Барлығыңыз подписка жасап қойыңыздар. TikTok, YouTube, Instagram парақшама. Сол жақта пайдалы ақпараттар өте көп, құрметті оқырмандар. Бәрі сіздер үшін видеолар, тікелей эфирлар, разборлар. Мен тағы жаздым дейді. Аска, сіз не жазып жатсыз? Мен көрініп тұрған жоқ маған. Мен көрінсе жауап беріп жатырмын ғой. Міне, мені оқыңызшы деп жазып жатсыз. Сұрақ қойдым деп жазып жатсыздар. Ал сұрақтарыңыз көрініп тұрған жоқ маған. Қандай сұрақ қойып тұрсыз? Көрініп жатқан жоқ. Неге звондасаңызшы? Аудиоға звондаңыз, неге? Гостиға шығып, подписка жасап, сол кезде кәдімгідей эфирда аласыз неңізді, жауабыңызды. Мен лайктарыңызды көріп отырмын. Мен жаздым дегенді көріп отырмын, бірақ сұрағыңызды көріп тұрған жоқпын. Қандай сұрақ қойдыңыз? Қандай сұрақ қойдыңыз? Сұрағыңызды қойсаңыз көрініп тұрады. Міне жазып жатыр. Мағжан 38 жас, көлігім сатыла ма жақында дейді. Мағжан, сіздің көлігіңіз сатылу үшін сіз бірінші көлігіңізді өзіңізден босатыңыз. Көлігіңіз сатылмауы мүмкін. Сондықтан босатыңыз бірінші. Екінші, Алладан дұға сұраңыз. Көп зікір сауат айтыңыз. Түнде ұйықтамау не үшін дейді. Түнде ұйықтамайсыз, өйткені сіз ұйқы безін тексертіңіз дәрігерге. Одан кейін көп уайымдай бермеңіз. Көп уайымдай берсеңіз, немесе іште қорқыныштар болса, сол кезде сіз ұйықтай алмайсыз.